Мына Каракет кайрымдуулук коруна, мешитке тууган туускандарыма алгысымды айтам. Алгысым шексиз. Канча жылдан бери күтүп жүрген арманым орундалды. Аллах Тааламдан күнү түстүн жатып тилеген тилегим орундалды десем болот. Аллах Тааламга да ризачылыгымды билдирем. Көптөн бери күтүп жүрген арманыма кол жеткиздим десем болот. Алгысым шексиз сиздерге. Көп рахмет. Рахмет. Халқының ішінде мынау жетім жылатпай, жесірін қаңғыртпай өскен халқымыз ғой. Рахмет. Мынау имандылық жасап осы мынау қызының артында қалған қыздарға басына отан әперіп, қуанышына қуаныш серіктесіп отырғандарына алғысым шексіз. Мына жасым 75-те, фамилиям Жиәлов Заманбек, 1943 жылы туылғам. Әйтеуір жақсылы жаманды сол соғыстың немесінен біраз қиыншылықта көргенбіз енді. Балдарыма, осы қыздарыма бәрін айтып отырамын ғой, онша қиыншылыққа мойымаңдар. Алла Тағаланың ол әрбір адамға беретін осындай сынағы, соны төзе біліңдер, соған шыдай біліңдер. Бұл дүниеде тек қана барлығы жақсылық бола бермейді, бір жағы қара болса, бір жағы ақ болып тұрады. Мынау Алланың құдіретімен енді міне мынау жақсы кісілердің, иманды кісілердің арқасында үйлі боласыңдар. Үйлерің құтты болсын, қызым. Осы үйдің ішінде өсіп өліңдер. Дендер сау болсын. Мамаларға жетпеген арманына жетіп, өсіп өне беріңдер. Өрлі болыңдар. Қазақтың санын көбейтіп, тек қана мынау бізге қайырымдылық жасайды емес, ертең азамат болғанда сендер де қайырымдылық жасап, жұрттың көңілінен шығатын азаматша болып өсе беріңдер. Балдарды соған тәрбиелеңдер. Жаным, мынау мәртебелерің биік болсын, мына биік қылған жігіттердің мәртебесі одан да биік болсын. Алла Тағала істеген жақсылықтың 10 есе қайтарсын бұл жігіттерге. Бәріңе рахмет. Қыздарың, қызығын, балдарың азаматтығын көріп, әр уақытта аман-сау болып өсе беріңдер. Қанша уақыт болған еді баспанасыз жүргеніне, соларды айтып өтсеңіз аға? Бұл мамалары қазір қайтыс болғалы бері 12 жыл болды ғой енді. Баспанасыз болғанда 18 жылдың төбірегі ғой. Баспанасыз квартирадан квартираға жүрген. Жалғыз мамасының өзі тапқан табысын іле алмай, әкесінің нашарлығы болсын. Әр елғорға деген жігіттердің өзі, білмеймін, осы қатыгез болып кетті ма, осылардың жылатып өйстіп қоятын жөн жоқ еді ғой, ер азамат қой. Рахмет мынау сіздерге, жалпы мынау қазақ халқына, иманы бар азаматтарға, мәртебелерің әр уақытта өсіп иманды бола берейік, иманды болайық, жалпы өсіріп отқан қыздарымыз соған тәрбиелейік. Балаға жатқызды, емдеді, бірақ ешқандай бұлға шипа болмады. Биыл енді Ташкентке алып барды, одан кейін Алматыға барды, қайтадан тағы да Астанаға барды. Енді Астана болады. Толық емделіп, анализ өткізіп келсін деді. Енді бұл қызды құдасы анализін өткізіп болды, больницаға жатқызамыз. Понедельниктен бастап. Соның емделіп болғаннан кейін қайтадан Астанаға апарамыз. Олар не дейді, әлі белгісіз айналмайын. Операция жасай ма, или емдеп қайтара ма, о жағы белгісіз. Бұл қыз менің қолымда 4 жасынан бері болды. Екінші қызы 2 жасар еді. Мынаны 8 айлығында әкеп тастады. Бұл менің қолымда болған ғой. Соның кейін жаңағы әкесі 12 жылдың ішінде осыларға бір келіп хабар алмады айналайын. Кетті, менен алимент алып қояды деп. Біз одан алимент алған жоқпыз. Қызым да алимент алдырмады. Керек жоқ апа. Өзім асыраймыш қыз деп. Бұларды басында сен қыз туасың деп жақсылап қызым тұрған басынан да. Содан ол бағыт 1 жыл бойы менингит болып больницада жатты. Больницаға жатып жақсы болып аттай шыққаннан кейін қайта жұмысын жалғастырды. Медакадемияны бітірген өзі, аптекарлығын, фармацевтика факультетін. Соны істеп жүрген кезде бізге келіп тұрды, мына қызды қайтадан қолына алып кетті. Неге? Нәлебой оқытамын деп. Ана 2 қыз менің қолымда болды. Сөйтіп жүргенде жаңағы ұрғаннан кейін ол қыз қайтадан больницаға түсті. Ауыр, қатты ауыр. Больницаға түскеннен кейін олар мен осы жерден системалар берейін. Майқабатында да жасайтын ол ғой дегеннен кейін жарайды, мен кешке бір ағам мақұлттан соған кетіп келсем қызым
сәл ауырып қалды. Не болды дедім. Апа, скорый шақырыңыздар, мен сәл ауырып жатырмын деп. Скорый шақырдық, ол сонда кешкі 10 болды сағат. 7 август күні осы айналайын. Жаңағы қызым, апа қашан келеді, скорый шыдай алмай кеттім, басым қатты ауырып жатыр деп. Ол скорый басқа визиттарға бардым, кеш келді. Memleket жақын келді. Келді де бір укол салды, давление сонда 100